Енді бетпен жұмыс жасауды толығырақ үйренейік. Бірінші, мынау көріп тұрғандарыңыздай алдында жасаған біздің Алматы деген бетіміз. Беттер қай жерде жиналады? Алдында сіздерге көрсеткенімдей, мынау сол жақта беттер жиналып тұр. Қазір мен 4 бет ашып қойдым. Алматы қаласы туралы, мына жақта міне Астана қаласы туралы, Жезқазған қаласы туралы және Семей қаласы туралы 4 бет жасап қойдым. Енді алдында да айтылғандай, естеріңізде болса, Notion өзі блоктардан тұрады, міне мына жерде көріп тұрғандарыңыздай, мынау бір блок. Негізі беттердің өзі ол да бір блоктың түрі. Тек қана бұл блокты біз бетке айналдырып енді сіздермен беттермен жұмыс жасауды толығырақ үйренейік. Алдында айтылғандай, мынау сіздің ашқан жаңа беттеріңіз сол жақта көрсетіліп тұрады мына жерде. Міне мен 4 қала туралы бет ашып қойдым. Енді алдында айтылғандай, естеріңізде болса, Notion негізі беттерден және блоктардан тұрады. Ал толығырақ келетін болсақ, негізінде әр блоктың өзі бір бет деп қарасаңыз болады, немесе беттің өзі бір блок. Енді біраз түсініксіздеу болуы мүмкін, бірақ мынау мысалға блок, өзіңіз көріп тұрғандай, мына жерге мен қазір мысалы Астана туралы мына жақта жазып жатыр. Астана қаласындағы музейлер деген бір не жазайын, сөйлем жазайын. Осы сөйлемді енді мен бетке айналдыру үшін не істеймін? Яғни бір блокта тұр ғой, бұл блокты мен қазір бетке айналдырып жібере аламын. Оны міне turn into дегенге барамыз да, мына жерде міне pages деген бар міне. Осыны басқан бетте мынау біздің жаңағы сөйлем, мынау блок бізде енді бет болып кетті, бөлек бір бет. Міне мына сол жақта Астана деген не тұр ғой, бет. Бұлай бассам жанындағысын ішіндегі беттерді көрсетеді. Яғни мынаның ішінде мынандай бет бар деп көрсетіп тұр. Мынау біздің жаңа ашқан бетіміз. Егер мен бұны қазір алып өшіріп тастасам, бет кетіп қалды, көрдіңіз? Ішінде бет жоқ дейді міне. Енді қайтып артқа істейік. Қайтып ашайық. Міне Астана қаласындағы музейлер. Енді үстіне бассам, бұл осы Астана қаласындағы музейлер деген бет болып ашылады, Біз бұл бетті жаңа бір бос бет қылып ашайық та, мына жерге давайте бір музейдің несін қойып қояйық, иконкасын қойып қояйық, қандай қойсақ болады? Бірдеме қоя салайық. Енді мен Астана қаласындағы музейлер туралы жазам. Міне 4 музей туралы жаздым. Осы әр музей жайында енді мен бет ашқым келеді. Ол үшін не істейміз? Ол үшін барлығын аламыз да, қайтып басам, turn into не дейм? Page дейм. Сонда қазір әр қайсысы жеке бет болып танылды. Немесе қалай істеуге болады? Қайтып мынау, мына жерде көрсетіліп тұрған мына белгі жасайсыз, слэш белгісін, сосын pages деп PA деп жазып бастасаңыздар, міне шығады. Немесе басқан бетте міне екінші болып тұр. Басасыздар, ол жаңа бет ашады. И мына жаққа бір музейдің атын айтайық, жазайық, Қуыршақтар музейі дейік. Енді қарасаңыздар, жоғарғы жағында ағылшынша breadcrumbs дейді, бұл жолы. То есть қай беттің ішінде осы Қуыршақтар музейі деген тұр. Қазір көре аласыздар, мына жерде Астана деген основной беттің ішіндегі Астана қаласындағы музейлердің ішіндегі Қуыршақтар музейі деген бет. Мына жерге алып өзіңіз нетіп қоя аласыз, бүйтіп жаңағындай осы Қуыршақтар музейі туралы жаза бересіз. Ол жағы түсінікті шығар. Міне бағана көргендеріңіздей, қазір менде мына жерде неше бет тұр? 4 бет ашық тұр. Ол 4 бетке сіз қалай бара аласыз? Не бүйтіп Астанаға кіресіз, наяқтан ішінде Астана қаласындағы музейлер деген кіресіз, оның ішінде мысалы Қуыршақтар музейі дегенге кіресіз. Артқа қайтқыңыз келсе, бұлай бассаңыз болады. Немесе мынау сол жақта мынау Астана деген ненің жанында міне бір
символ бар мынандай. Осыған басасыздар. Оның Астананың ішіндегі бетті көрсетіп тұр. Жалғыз мынандай бет бар екен. Астана қаласындағы не нәрсе деген бет? Астана қаласындағы музейлер деген бір бет бар екен. Оны бассам, жандағы нені, белгіні, оның ішінде тағы бізде 5 бет бар екен. О 5 бетті көріп тұр. Ашып тұр. Енді бұлай ашам, сразу Қуыршақтар музейіне басалам. Егер осының ішіне кіріп тағы бір бет ашсам, мен тағы бір бет жасасам, мысалы Қуыршақтар музейінің ішіндегі не болуы мүмкін? Суреттері деп жазып қойын. Түсірген суреттеріміз осы Қуыршақтар музейінде осының ішіне салып қоям деп пландасам мысалы. Бұлай басқан кезде көрсеңіздер ішінде тұр. Немесе міне жоғарыда да көрсетіп тұр, Суреттердің ішіне кірсем, міне көрсетіп тұр. Суреттер Қуыршақтар музейінің ішінде, арасында бірнеше не бар, жол бар, одан кейін основной Астана деген беттің ішінде тұр деп тұр. Яғни мынаны жабам. Сонда менде Астананың ішінде қаншама бет тұр, міне көріп тұрғандарыңыздай. Енді мен мынау бет жоғалып кетпес үшін мен оны жоғары апарып былай тартып, ең жоғарысына апарып қойып қойын. Әрдайым көріп тұратын. Мына жерден иконкасын ауыстырсаңыз болады негізінде. Өзіңізге ұнайтын бір иконка. Енді сізде былай беттерді ашасыздар, сіздерде көп бетні сол жағыңызда жиналуы мүмкін. Сол үшін негізінде ең қолайлы метод бұл жаңағы вики бет деп аталады. Жаңа Википедия деген сөзден шыққан, сондай бір ортақ бір бет ашу. Мысалы қалалар деген, қалалар тұр ғой мына жақта. Мысалы мен тағы бір бет ашамда, осы қалаларды бір жерге жинау үшін жазайық. Мысалы не дейік? Сүйікті қалаларым деген бір бет ашайық. Мынаққа бір қаланың суретін қойып қояйық, мынандай иконкасын. Сосын енді мынау беттерді мен алып сүйікті қалаларым деген беттің ішіне лақтыра алам. Қалай лақтыра алам? Просто ұстайсыздар былай, және басып тұрып мышканы бүйтіп тартып әкеп ішіне лақтырсаңыздар, осының ішіне кіреді міне. Бүйтіп алып ішіне, тағы тартып әкеп ішіне лақтырам, тағы тартып әкеп ішіне лақтырам. Сонда менде мына сүйікті қалаларым деген не? Жаңа папка сияқты елестетсеңіздер, осының ішінде сүйікті қалаларым деген бет, жалғыз бет бар. Соның ішінде менің қалаларым туралы. Бағанағындай иерархияны көруге болады. Басасыз, Астананың ішінде не бар? Астана қаласының музейлері туралы бар. Оны басасыз, музейлердің типтары туралы бар. Яғни компьютердағы папкалар сияқты бірінің астында бірін жинай бересіз. Осындай бұны вики бет деп атайды. Бір беттің ішінде не. Сосын өзіңізге ұнағандай қылып былай алып, мына бетті әдемілесеңіздер болады. Алып, допустим, бір call-outs қойсақ болады, мысалы, мынаққа ұнайтын бір сөзіңізді жазсаңыз болады. Міне мен мына жаққа отан туралы бірне жазып қойдым. Енді алып, мысалы, нетсеңіздер болады. Облыс орталығы деген бірне жазайын да, бір хединг жазайын. Міне мына жерге мен бір өзімді Міне мына жерге мен отан туралы мені мотивация беретін. Міне мына жерге маған мотивация беретін отан туралы бір мақал қойдым. Сосын мынау қалаларды енді мен бір структураға бөліп қойын. Мен екі не жазам, барған қалалар деген бірне жаздым, бармаған қалалар деген жаздым. Осы екеуін алайын да мен бір тақырып қылып қойын.
асты тақырып үлкен қылып былай, сосын барған қалалардың жанында бармаған қалалар тұрсын. Бұлан аламызда барлығын, мысалы Семеймен Жезқазғанға мен бармадым, былай алып осының астына қойып қоям. Мына екеуіне бардым, мына екеуін былай мынаның астына қойып қоям. Мысалы өзіңізге ұнаған, қалай ұнайды солай істесеңіздер болады осы беттеріңізді. Енді біз мына сол жақпен таныстық, қалай беттерді қимылдату керек, қалай беттерді ашу керек жайында, бредкрамстар, жол туралы сөйлестік. Бағанағы айтқанымдай, міне Астанаға кірсем, көріп тұрғандарыңыздай, Астана деген қай папканың ішінде тұр? Сүйікті қалаларым деген папка немесе бет десеңіз болады, соның ішінде тұр. Одан кейін мұны байқасаңыздар, Астана деген бет басқа беттерге қараған кезде біраз андай жалпақ болып тұр да, бетіп ашылып. Ол неге? Оларды қалай істейді? Сол оң жағыңызда көріп тұрғандарыңыздай мынандай бір 3 нүкте бар. Осыны басқан кезде мынаны full white дейсіз былай. Оны қалай істейді? Мына бетке кірген кезде байқап тұрсаңыздар, мына бет басқаларына қарағанда біраз байқап тұрғандарыңыздай, мына Астана деген бет басқа қалалардың бетіне қараған кезде біраз жалпақтау болып тұр, жазулары. Оны қалай істейміз? Оны мына 3 нүктеге басамыз. Мына жердегі екінші full дегенді бетіп қоссаңыздар, негізі былай тұрады ғой, ашқан кезде бассаңыздар былай жалпақ болады. Мынаны бассаңыздар, текстарыңыз кішірек болады. Бетіп мына жақта стилін шамалы өзгертуге болады, көріп тұрғаныңыздай. Немесе мына жерде енді басқа да нелер бар, оны өздеріңіз жайлап танысып өтіңіздер. Немесе мысалға пайдалы кнопкалардың бірі мынау log page деген. Мынаны бассаңыздар, онда мына жерге өзгерістер енгізе алмайсыз. Бұл қашан керек болады? Мысалы, мына бетті сіз істеп қойдыңыз, байқамай кейде аласыз да, бірдемені байқамай өшіріп аласыз бүйтіп, немесе қимылдатып жүруге болады. Сол үшін мына бетке өзгерістер енгізбейтін болсаңыз, мына жақта log дегенді басып қоясыз. Одан кейін мына жақта пайдалы дүниелердің бірі, мына жерде көріп тұрғаныңыздай, мынандай бір сағаттың суреті бар. Бұл сағат осы беттің несі, тарихы, осы бет не істелген, қандай нелер жасалған, өзгерістер, соны көре аласыз осы жерден. Сосын осы жерден обратно жаңағы болған нелерге, бірдемені қате қойсаңыз, оны артқа осы жерден қайтуға болады. Одан кейін мына жерде жұлдыздың суреті бар. Бұл қашан пайдалы болады? Мысалы, мен Астананың ішінде Астана қаласының музейлері, сосын Қуыршақтар музейі туралы мысалы айталық бір лекция жазып жатырмын. Көп, мысалы, 1 ай бойы жұмыс істеу мүмкін. Осы бетпен мен қайта-қайта осы жерге кіріп жүрмес үшін мына жердегі жұлдызшаны басып қоям. Басқан бетте сол жақта осы міне жұлдызша бетім шығып тұрады. Мына жақта favorites деп тұр ғой. Осы міне бет көрсетіп тұрады. Қайтып бұл бетті бұл жерден алып тастау үшін қайтып мына жұлдызшаны басам, ол кетеді. Қысқаша солай. Ол кетеді. Енді мына сол жақтағы беттерді де бетіп мына 3 нүктені басып өшіріп тастасаңыз болады. Жаңағы өзіңіздің сүйікті бетіңіз қолсаңыз болады, дублировать етсеңіз болады. Мынаны басқан кезде дәл осы беттің тағы бір копиясы пайда болады. Бағанағы барлық беттермен ішінде өшіру үшін қайсын delete дейсіз. Қысқаша солай, өздеріңіз осы секілді бір бет жасап көріңіздер. Өздеріңіз істеген кезде өздеріңізге более түсінікті бола бастайды.